Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді, ең оңай заттардан жасалатын, 4-ақ заттан жасалатын кекстің рецептісімен бөлісіп отырмын. Алдымен 3 жұмыртқамызды және сгущенкамызды салып, барлығы біркелкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Барлығы біркелкі болғаннан кейін сары майымызды салып, барлығын араластырамыз. Ұнымызды електен өткізіп және ішіне разрыхитель салып, барлығын 2-3-ке бөліп, ұнымызды араластырамыз. Барлығын салсаңыздар, тестамыз көтерілмей қалады. Формамызды майлаймыз. Менде осындай форма. Комнаттың температурадағы майымды осылай щеткамен жағып алдым. Шабыспау үшін, тезірек формамнан шығу үшін осылай жағып алдым. Мен ортасына клубника қостым. Сіздер өздің қалаған заттарыңызды қоссаңыздар, орех қоссаңыз болады, немесе изюм қоссаңыздар да болады. Мен клубникамен көрейін дедім. Өте дәмді шықты. Сіздер де клубникамен жасап көрсеңіздер болады. Осылай формамызға құйып, 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Достар, менің YouTube каналыма жазылып, күнделікті жаңа рецепттар және оңай рецепттармен бөлісіп отырамын. Подписка, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Міне осындай өте дәмді кексіміз дайын. Шаймен өте дәмді қылып ішсеңіздер болады. Сіздермен бұған Гүлдана ас болсын.